Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Арнама қош келдіңіздер. Жасымыз 60-тан 65-тен асқанда денсаулықты сақтаудың ең танымал, ең оңай әрі қолжетімді жолы қайсы десек, бәріміз бір ауыздан әрине жаяу жүру, таза ауада серуендеу деп жауап береміз. Күнделікті 10 000 қадам басуға тырысу, саябақта серуендеу шынымен де мақтауға тұрарлық өте тамаша әдет. Ол жүрек жұмысын жақсартады, қан айналымын реттейді, қандағы қан деңгейін төмендетеді және көңіл күйді көтереді. Бірақ дәрігер ретінде сіздерге бүгін көпшілік айта бермейтін, бірақ білуіміз өте маңызды, тіпті өмірімізді сақтап қалатын ащы шындықты айтқым келеді. Жай ғана жаяу жүру жас ұлғая келе аяқ-қолымыздың әлсіреуін және бұлшықеттердің солуын тоқтата алмайды. Иә, қателескен жоқсыз. Күнде сағаттап жаяу жүрсеңіз де бұлшықетіңіз бәрібір азая беруі мүмкін. Медицинада бұл қауіпті процесті саркопения деп атайды. Бұл 60 жастан кейін адам ағзасындағы бұлшықет массасы мен оның күшінің табиғи түрде, бірақ өте тез аяусыз азаюы. Ғылыми деректерге сүйенсек, 40 жастан кейін адам жылына 1% бұлшықетін жоғалтса, 60 жастан асқан соң бұл процесс 2 есе жылдамдайды. Егер біз тек қана жаяу жүрумен шектелсек, мынадай белгілер пайда бола бастайды. Орындықтан немесе диваннан тұру бұрынғыдан қиындайды. Дүкеннен 1-2 келі зат көтеріп келудің өзі үлкен күшті талап етеді. Баспалдақпен көтерілгенде тізе қақсап, аяқ дірілдейді. Ең қауіптісі, адам жүргенде тепе-теңдікті жоғалтып, кішкентай нәрсеге шалынып құлауға бейім болады. Ал бұл жаста құлаудың арты қандай ауыр жарақаттарға, тіпті жамбас мойнының сынуына әкелетінін өздеріңіз де жақсы білесіздер. Ол адамды төсекке таңып тастауы мүмкін. Біз бұған жол бермеуіміз керек. Біздің мақсатымыз жаяу жүруді тастау емес, оны бұлшықетті сақтайтын дұрыс қозғалыстармен толықтыру. Ағзаны, аяқ-қолды қайтадан ояту керек. Бүгінгі видеода аптасына 3 рет бар жоғы 10 минут қана жұмсап, бұлшықеттерді қайта іске қосатын, күшті қайтаратын және құлау қаупін 2 есе азайтатын 3 алтын жаттығуды егжей-тегжейлі үйренесіздер. Видеоны өте мұқият соңына дейін көріңіздер. Егер арнама әлі жазылмаған болсаңыздар, қазір жазылып, пайдалы лайкты басып қойыңыздар. Дайын болсаңыздар, тереңірек үңілейік. Бастаймыз. Алдымен мәселенің ғылыми мәніне үңілейік. Көптеген адамдар маған дәрігер, мен күніне 2 сағат бойы саябақта серуендеймін. Менің бұлшықеттерім неге азаяды деген сұрақ қояды. Жауап өте қарапайым. Біздің ағзамызда бұлшықет талшықтарының 2 түрі болады: баяу бұлшықет талшықтары және жылдам бұлшықет талшықтары. Баяу бұлшықет талшықтары бізге ұзақ, бірақ жеңіл жұмыстарды орындау үшін керек. Мысалы, жай ғана серуендеп жүргенде, ыдыс жуғанда немесе үйде ары-бері қозғалғанда тек осы баяу талшықтар ғана жұмыс істейді. Ал жылдам бұлшықет талшықтары бізге күш-қуат береді, ауырлықты көтеруге көмектеседі және ең бастысы, шалынып кеткенде денені тез жинақтап, тепе-теңдікті сақтап қалудан және құлап қалудан қорғап тұрады. Ең өкініштісі, 60 жастан асқан соң бірінші кезекте дәл осы жылдам бұлшықет талшықтары семе бастайды. Олар жұмыс істемеген соң ағза оларды керексіз деп есептеп жойып жібереді. Ал жай ғана жаяу жүру бұл жылдам талшықтарды оята алмайды. Оларды іске қосу үшін бұлшықетке аз да болса қарсылық, яғни салмақ түсіретін күш жаттығулары керек. Ал енді іске көшейік. Қазір дәл осы сәтте сіздің бұлшықеттеріңіз қандай күйде екенін тексеріп көрейік. Ол үшін бізге кәдімгі үйдің орындығы ғана керек. Бірінші, орындыққа арқаңызды тік ұстап отырыңыз. Қолыңызды кеудеңізге айқастырып қойыңыз. Мен баста дегенде тек аяқтың күшімен орындықтан толық тұрып қайта отырыңыз. Осы қозғалысты жылдам түрде 5 рет қайталаңыз. Дайын болсаңыздар бастаңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді нәтижесіне назар аударыңыз. Егер сіз 5 рет тұрып отыруды 12 секундтан аз уақытта орындасаңыз, құттықтаймын, сіздің аяқ бұлшықеттеріңіз жақсы қалыпта. Егер сізге 12 секундтан көп уақыт керек болса, немесе тұрып жатқанда теңселіп, қолмен тірелуге мәжбүр болсаңыз, бұл сіздің ағзаңыздың көмек сұрап дабыл қаққаны. Бұлшықеттер шұғыл түрде күшейтуді талап етеді. Ал енді көп уақыт жүруді алмастыратын 3 алтын жаттығу. Егер тесттің нәтижесі көңіліңізден шықпаса, уайымдамаңыз. Қазір мен көрсететін 3 жаттығу сол ұйықтап жатқан жылдам бұлшықет талшықтарын қайта іске қосады. Ешқандай ауыр гантельдің, тренажердің керегі жоқ. Тек сіздің ниетіңіз бен күніне 10 минут уақытыңыз жеткілікті.
Бірінші жаттығу орындықтан баяу тұру, аяқ пен жамбас күші. Бұл жаттығудың мақсаты саркопенияның алдын алып, тізе буындарын бекіту. Орындалу тәсілі. Әлгіндегі тест сияқты орындыққа отырамыз. Қолды алға созып ұстаймыз. Аяқтың күшімен жоғары көтерілеміз. Ең маңыздысы, қайта отырғанда бірден құлап кетпей, өте баяу 3 секунд бойы денені ұстап барып отыру керек. Санаңыз. 1, 2, 3. Отырдық. Осылайша 10-15 рет қайталаңыз. Екінші жаттығу қабырға жаттығуы, статикалық төзімділік. Бұл жаттығудың мақсаты буындарға зақым келтірмей, сан мен жамбас бұлшықеттеріне максималды күш беру. Орындалу тәсілі: арқаңызбен тегіс қабырғаға сүйеніп тұрыңыз. Аяғыңызды сәл алға жылжытып, қабырға бойымен төмен қарай орындыққа отырғандай баяу сырғыңыз. Тізені 90 градус жасау міндетті емес, сәл иілсе де жеткілікті. Арқаңыз қабырғаға тығыз тиіп тұруы керек. Осы қалыпта алғашқыда 15-20 секунд уақыт өте келе 1 минутқа дейін қозғалмай тұрыңыз. Бұл жаттығу жүру кезіндегі сіздің тұрақтылығыңызды арттырады. Үшінші жаттығу өкшемен және ұшымен тұру, тепе-теңдік және құлаудан қорғау. Балтыр бұлшықеттерін шынықтыру және вестибулярлық аппаратты тепе-теңдікті жақсарту. Орындалу тәсілі. Қауіпсіздік үшін орындықтың арқалығынан немесе қабырғадан қолмен ұстап тұрыңыз. Алдымен аяқтың ұшымен барынша жоғары көтеріліп, 1 секунд тұрыңыз. Содан кейін баяу төмен түсіп, салмақты өкшеге аударып, аяқтың ұшын жоғары көтеріңіз. Осылайша алға, артқа 15 рет тербеліңіз. Бұл жаттығу жүргенде, кілемге немесе тасқа шалынып кеткенде денені жылдам жинақтап, құламай қалуға көмектеседі. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер, ешқандай қиындығы жоқ. Бұл 3 алтын жаттығу сіздің күніне 10 минут уақытыңызды алады. Бірақ беретін пайдасы сағаттап жаяу жүргеннен 1000 есе артық. 2 аптадан кейін-ақ сіз аяғыңызға нық күш біткенін, баспалдақпен көтерілудің жеңілдегенін және жүрісіңіздің тұрақталғанын анық сезесіз. Менің сөзімді дәрігерлік кеңес ретінде қабылдап, бүгіннен бастап қолға алыңыздар. Жаяу жүруді, таза ауада серуендеуді ешқашан тастамаңыз. Бірақ оның артына осы 3 жаттығуды міндетті түрде тіркеп қойыңыз. Сонда ғана біз саркопенияны жеңіп, буын ауруларының алдын аламыз. Егер бүгінгі бейнебаян сіздер үшін пайдалы болса, жақындарыңызбен, құрдастарыңызбен, топтардағы достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Олар да бұл құпияны білсін. Арнамызға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ауырмаңыздар, әрқашан өз аяқтарыңызбен нық басып, белсенді әрі ұзақ өмір сүріңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.